Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін сәбіз салатын жасайтын боламын. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Және де сәбізімізді теркадан осылай өткізіп аламыз. Ендігі кезекте чесногымызды бірнеше майда бөліктерге бөліп, майда кубик етіп турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бір немесе екі чеснок қоссаңыздар болады. Екі чеснок қоссаңыздар аштылау болып кетеді. Біреу қоссаңыздар дәмі жегенге, балалар жегенге өте дәмді болып шығады. Туралған чесногымызды сәбізіміздің үстіне саламыз. Және де үстінен қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, тұз, шекер және де майымызды, уксусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді әсемдеп тәрелкемізге саламыз. Ендігі кезекте бетіне әсемдік үшін кунжут сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей менің сәбіз салатым дайын болды. Өте оңай, үйдегі бар өнімдермен жасалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.